Ассалаумағалейкум қазақ елі. Демократия үшін лайк басып қойыңыздар. Назарбаевтың күтпеген жағдайға түскені, оның қасында тек 5-6 оққа қара қалғаны, есік алдына 500 спортшы жігіттер жиналғаны хабарланды. 91-ші әлгі ГКЧП болды ғой, төңкеріс Мәскеуде. Иә. Назарбаев қамауға алады, үйтеді деп тамыз айында болған. Иә. Сонда Назарбаевтың жанында 5-6 ғана оққа қары бар. Ешкім жоқ. Бәрі сол Мәскеуге бағынады. Сонда мен деген Мұстафа Өзтүріктің, оны енді Қазақстанға алып келген мен өзім інімдей соның шәкірттері. Мұстафа өзі болған жоқ, Закиржан деген бір мықты қара белбеу. Солардың шәкірті інім бар, Асқар деген. 500 адамды жинадым ғой. Ана үлкен үйдің, Алматыдағы үлкен үй, отырған үйде 500 адам. Сол кешке жақын бәрі тарап кеткенде Назарбаев әніміне қалмайды. Сонда кабинетінде тұрып, терезеде көрсетті мана жігіттерді. Әне, жігіттер тұр. Сіз үшін жанын беруге даяр. Назарбаевты қорғайтын топ олар. Қорғайтын. 500 адам. Әлгі таеквондо, қара белбеу 500. Сол жігіттер бар. Исатай деген қазір кімнің мектебін ашып, таеквондо мектебін ашып, сол Мұстафаның жалауын биік көтеріп жүр. Тағы басқа азаматтар бар. 60 деген менің інім, сол досы кімнің Мұстафаның. О, көтерген, мен берілсем, қатты берілем. Арамдық жоқ. Жаңа сен айтып отырған аттарына қайталатамайық. Олар бәрі жағдай жасап болды ғой. Дүреке. Мені жамандайды, өздері қалталарын ақшаға толтырды, байлыққа батты. Сіздің Назарбаевпен араңыздағы байланыс қандай деңгейде болды? Жақындық немесе алыстық деген секілді. Солардан кейін, мысалы 2010-нан кейін сіздің жаңағы ең берген өте жақсы жаңағы ұсынысыңыз екі парламентке әділ сайлау өткізу, сол арқылы халыққа билікті беру деген ол енді қолдамады ғой. Одан кейін де көрдіңіз. Одан кейін сіздің байланысыңыз енді былай кездескен кезде қаншалықты жақын алыс болды? Одан кейін мен кездескен емеспін. Кездескен жоқсыз, иә? Қабылдамайды. Енді қараңызшы, бір осы сұхбатыңызда мен жаңа сөзіңізді бөлейін деп едім, өйткені сіз оны үлкен кісі болған соң сөзіңізді бөлгім келмеді. Оның үстінде өзіңізді ескерттіңіз. Тура осы жаңағы Жақсыбековпен кездескен кездегі сіз мені онда бас прокурордың орнын бер деген кезіңізді осы алдындағы сұхбатта айтқан екенсіз. Соның ішінде мынандай мәселе бар. Назарбаев сізге айтады, ол ДВК-ның кезінде Серік, осы сен сақ бол дейді. Сіз сол бойынша жаңағы револьвер ұстап қалтаңызға, мен бағанағы бір қандай да бір қауіп болып қалса, жаңағы жастығымды ала қойайын деп жүресіз. Енді Назарбаев сізге сақ бол деп айтатындай қаншалықты жақындық бар енді? Ол енді сақ бол деп кімге ескертеді жалпы? Сансызбай, мына сенде бір ұғым, адам Назарбаев туралы бір ұғым. Стандарт жоқ. Назарбаев кім екенін білем. Ода да бір енді адами бірдеме бар ғой. Ода да. Ал енді ары қаратай бұл енді 2000 менімше енді елейтеді. Сол 2007 содан ары қаратай ұрлыққа ашық кірісіп кетті дейді. Вообще дейді, контроль, бақылау кетті дейді. Тіпті лағып кетті дейді. Сол себепті ол басқа Назарбаев. Онға дейін, неге сақ бол деп айтады? Кімнен сақ бол дейді, мен түсінбедім. Кімнен сақтандырып жатыр сізді? Енді мен оны білем ғой енді. Мен оның ар жағын білем. Тағы басқа да азаматтар бар, жолдастар бар. Назарбаев тектен тек айтпайды. Тектен тек айтпайды ол деген. Демек сізге жаны ашып айтты ма? Жаны ашып айтты. Тура сол сәтте 2000 қазір айтайын, сол 2000 жылдың басында ғой, басында айтты. Демек сол кезде де сізге бір қауіп болған болуы мүмкін ғой? Мүмкін. Бірақ кімнен екенін сіз айтпайсыз. Кімнен болуы мүмкін? Жоқ, мен оны біреудің атын айту үшін енді ол да жауапкершілік. Демек сіз қарыздарсыз ба Назарбаевтың алдында? Сізге ескертті ғой. Неге мен қарыздар болам? Сізге қауіпті ескертті ғой, сізге жақын адам болып тұр ғой. Мен оны өзіне ескертіп жүрмін ғой. Мына ұрлық жақсылықпен бітпейді. Нұреке, бір Құдай бетін арысын, жаман бір жағдай болып қалса, жаныңызда бір адам жоқ. Сөзіңізді сөйлеп ел алдына шығатын, о халқым деп. Мен бірнеше рет жазбаша тұрды, ауызша, ол маған қарыздар. Назарбаев па? 91 жылы Қарабаққа бардық әлгі Ельцин бәріміз дедік. Сонда Ельциннің
көмекшілермен бірге бір адам бізде қарабақана оқ атылып атқан жерге бару керек болатын. Сонда ол жанындағы салпаң ауыз жағы шапырашының генералдарына айтты ғой, сен барасың, Нұрекең, мен сіздің жаныңызда болайын деп еді. Тағы басқа бір депутат. Мен кеңесшімін, мен айттым, Нұрекең, мен барам. Ол дегенде ана кішкене бурбулис болды. Оның дәрежесі биік, мемлекеттік хатшы. А мен деген қатардағы депутат. Соның соңын ол тағы да біреуге айтып еді, ол айтты, Нұрекең, мен осында болайын деді. Мен екінші рет мен барам. Оқ атылып жеткен жерге бардым. Араның намысын жауап енді. Ешкім бармай қойсақ, бармаймыз десем басқара ғой, орыстар қарап отыр. Сол себептен мен деген ондай кездерде, оған енді о кездерде сеніп жүрдім, мемлекет басшысы, о кезде тіпті беріліп жүрдім. Білдіңіз бе? Сөйттім ғой, Назарбаевқа сөйттім. Жақсы. Соны сен тағы бір нәрсе айтайын. 2023 жылы Назарбаев «Менің өмірім» деген кітабын жарыққа шығарды. Сол кітапта бірінші рет Әсел Исабаевадан екі ұлы бар екенін айтты. Бірақ енді Назарбаев айтпаса да оны халық бұрыннан білетін. Енді Назарбаев бұны не үшін айтты? Менің артымда, мен кетсем, немесе менің артымда бір мұрагерім бар, байлығыма мұра болып қалатын дегенді айтқысы келді ма, жоқ әлде менің ізбасарларым бар дегенді көрсеткісі келді ма? Не үшін балаларына айтты? Мен енді шыны керек осы өзің сұрамасаң, мен Назарбаевтың атын атаудан жиіркенем қазір. Жиі айтып жүрсіз ғой? Жиі айтып жүрсіз. Сұрақ болған осы, сұхбат болған сайын. Сұрақ болса, айтам. Абылай оны деген талқылап. Енді тоқал олдың деген жалғыз тоқалы болған жоқ қоядың. Тоқалдар өте көп болды. Енді ұл туып берді. Мүмкін содан енді бір ерекше қатынастары болды ма деген. Арсыз адам ғой ол. Енді әрине мұны белгілеп, міне бар, менің жалғасым бар. Ол енді ойлаған жоқ қой өстіп, абыройсыз, міне барлығынан айырылам деп бүйтіп ойлаған жоқ. Ол деген Тоқаевты уақытша ғана отырғызды жерге. Оны деген қаңтарда алып тастап, орнына өзінің біреуін қойғысы келді ол деген. Ол деген әлгі Ликван Ю секілді 90-ға дейін жүргісі келді саясатта, сол Дэн Сяопин болып. Садығы кетсін Дэн Сяопиннен. Демек, ұлдарын көрсетуінің себебі менің артымда ізімді басып келатқан туған балам бар, ұлым бар, осылар ертең елді басқару мүмкін дегенде меңзегісі келген жоқ па? Ода тұрған не тұр еді? Мүмкін. Мүмкін армандаған шығар енді сөйтіп. Ол дариғасын отырғызам деді. Дариғасынан кейін осы ұлы өсет, сөйтіп те ойлаған шығар. Не ойламады? Аяқ жағында келді де екі сиыр бағыңдар, біреуінің сүтін ішіп, біреуін сатыңдар. Міне мұның деңгейі. Ақылы. Бұрын енді көмекшілердің айтқанымен жүрді де, содан кейін сол көмекшілері де кішкене өзін жіберді. Мүмкін өзді олардың да ойлары болды. Мұнан кішкене сүйкімі кетсін. Сол сөйтіп ақылын сүйкімі кете бастады. Бұл деген аласұрып, оның бәрін итеріп отырды. Көмекшілер итеріп отырды. Гиффенмен деген жақсы таныс. Оларда деген өте күшті идеолог.